Өткен видео сабақта Movavi Video Suite бағдарламасының 20-шы нұсқасы арқылы монтаждалған видеоны MP4 форматындағы видеоға түрлендіруді көрсеттік. Енді сол видеоны оқушыларға жіберу жолдарын қарастырамыз. Әрине, дайын видеоны оқушыларға жіберудің ешбір қиындығы жоқ. Кез келген әлеуметтік желі арқылы жібере салуға болады. Дегенмен, мұнда сіз кездесетін тағы бір мәселе туындайды. Әдетте монтаждау бағдарламалары видеоны өте жақсы сапада сақтайды. Ал видеоның сапасы неғұрлым жақсы болса, салмағы да соғұрлым көп болатынын айтқан болатынбыз. Мысалы, WhatsApp мессенджері 64 мегабайттан асатын файлдарды жіберуге мүмкіндік бермейді. Яғни, егер сіздің видеоңыздың салмағы 64 мегабайттан көп болса, сіз оны WhatsApp арқылы жібере алмайсыз. Ондай жағдайда видеоның салмағын азайту керек. Movavi'де оны жасау өте оңай. Ол үшін избранные блогының конвертация видео бөліміндегі запустить батырмасын басыңыз. Сонда сізде осы терезе ашылу керек. Бұл беттің астыңғы жағында әртүрлі форматтар тізімін көре аласыз. Осы жерде өзіңізге қажет форматты таңдаңыз. Егер ол видео файл болса, онда көп жағдайда MP4 форматы болады. Содан соң компьютеріңізден қажетті видеоны жүктеңіз. Ол үшін мұндағы плюс батырмасын басыңыз және қажетті видеоны таңдаңыз. Видеоңыз жүктеліп болған соң, оның салмағын азайтуға кірісеміз. Оны жасау үшін мұндағы батырмаға басып, видеоның салмағын өзіміз қалаған өлшемге азайтамыз. Енді сіздің видеоңыздың салмағы 34 мегабайттан 5 мегабайтқа азаяды. Сондай-ақ мұнда белгілі бір құрылғы үшін, мысалы iOS, Android немесе қандай да бір басқа мобильді құрылғылар үшін арнайы түрлендірулер жасауға да болады. Ол үшін устройство бөліміне кіріп, қажетті құрылғы түрін таңдайсыз. Сонда бағдарлама автоматты түрде ең жақсы сапаны және аз өлшемді таңдап береді. Егер барлығы дұрыс болса, мұндағы старт батырмасын басыңыз. Енді сіздің видеоңыздың сапасы жақсы, әрі өлшемі де аз болады.